Экожүйелердегі барлық тірі ағзалар бір-біріне және өздерінің физикалық қоршаған ортасына қатты тәуелді. Бірақ бұл экожүйелердің әлсіз екендігін білдіреді. Бір ғана элементтің кішігірім өзгерісі тізбекті реакция тудыру арқылы бүкіл экожүйеге, соның ішінде тіршілік әлеміне үлкен қауіп төндіреді. Қоршаған ортаны өзгертуші абиотикалық факторларда, тіршілік әлемін өзгертуші биотикалық факторларда экожүйені тұрақсыздандыруы мүмкін. Кез келген түрдің жойылуы көптеген өзге ағзалардың қорек көзін немесе мекендеу ортасын азайтуы мүмкін. Қоректік тізбектің төменгі сатысында орналасқан түрлердің жойылуы тізбектің бұзылу әсерінен келесі сатылардағы ағзаларға кері әсер етеді. Алайда, жаңа түрлердің енуі де үлкен зақым келтіруі мүмкін. Мәселен, 19 ғасырда Англиядан Австралияға бар болғаны 12 жұп қоян әкелінді. Жыртқыштардың болмауы мен біркелкі қыс сияқты мінсіз жағдайлар олардың санын жылдам арттырды. 1920 жылға қарай Австралияда 10 миллиард қоян болды. Олар жергілікті кішкентай жануарларды өз тіршілік мекендерінен ығыстырып, жайылымдарын жойып, бүкіл өсімдіктер құрамын өзгертті. Қояндар Австралиядағы түрлердің жойылуының басты себепкері және бүгінгі күннің негізгі мәселесі болып қалуда. Жаңа түрлердің енуі сондай-ақ паразиттер мен аурулар әкелуі мүмкін. Жабайы шошқалар секілді кейбір жануарлар инфекция таратуға бейімделеді. Оларды инфекцияға қарсы иммунитеті жоқ ортаға алып келу өзге түрлерге үлкен қауіп төндіреді. Жыртқыштың жойылуы тағы бір биотикалық өзгеріс. Себебі бұл қорек санының бақылаусыз өсуіне әкеліп, экожүйеге кері әсерін тигізеді. Адамдар әлемнің түкпір-түкпірінде қоректік тізбектің жоғарғы сатысындағы аңдарды аулап келеді. Бұл шөп қоректілердің шексіз көбеюіне әкелуде. Биотикалық өзгерістердің әсерін байқау үшін кейде бірнеше жыл қажет. Алайда, бір түрдің кішкене ғана өзгерісі бүтін бір экожүйенің тепе-теңдігін бұзуы ықтимал.